осылай. Енді 10 сотық жерге осы егов мобайл приложениясы арқылы тіркелуге болады. Яғни осы қызмет, осы егов мобайл қызметтерінің ішінде пайда болды. Қазір осыған кіреміз. И осыған тіркелген, яғни авторизация жасалған болуыңыз керек. Профиль дегенге басамыз. Так, қазір профиль. Жоқ, қазір танымал қызметтер деген болады. Мына жерде осын басамыз. И мына жерде қазір шығу керек. Жылжымайтын мүлік және ТКШ деген басамыз. Жоғарыда тұр, көрдіңіз, жеке тұрғын үй құрылысына жеке жер учаскесін 10 сотық жер алуға кезекті қарау немесе кезекке тұру, осын басамыз. Сол кезде авторизация сұрайды сізге. Авторизация деп басамыз. Егер сізде ECP ключ болса, ECP ключпен пароль теріп кірсеңіз болады. Егер жоқ болса, одноразовый парольмен, яғни иініңіз тересіз. Сосын егов порталына тіркелген нөмір тересіз. Жалғастыру деп басамыз. Телефон нөмірге код келеді. Кодты жазамыз. Автомат түрде жазылды. Болды, енді қайтадан басамыз. Жеке тұрғын үй 10 сотық алуға. Қазір ойланып жатыр. Міне, осындай бет ашылады. Бағасы тегін. Кезекке қою автомат түрде онлайн режимде деректерді өзектендіру 12 жұмыс күні. Есептен шығару автомат түрде онлайн режимде дейді. Қызмет мерзімі деп 12 күн жұмыс күні қаралады екен. Кезекке қою деген басамыз. Жалғастыру. Аймақты таңдаймыз. Өз аймағын таңдаймыз. Сіздер өздеріңіз аймақтарын таңдайсыздар. Растаймын деген галочка қоямыз. И сосын қызметті алу деген басамыз. Телефон нөмірге SMS код келіп, разрешить деп басамыз. И міне, жеке тұрғын үй құрылысы жер учаскесін 10 сотық алуға кезекті қарау немесе кезекке тұру. Тегін кезекке қою автомат түрде онлайн режимде деректерді өзектендіру 12 жұмыс күні. Есептен шығару автомат түрде онлайн режимде. Міне осылай заявка беріледі. Заявканың нөмірі шықса, жаңа сізде заявка берілді деген сөз. Егер сіз заявка бұрында беріп қойған болсаңыз, онда обновление дегенді бассаңыз, сізде очередьқа қойылған нөміріңізді білсеңіз болады. Мысалы, қазір обновить деген басам мен. Міне осындай бет ашылады. Міне хабарлама, уведомление деген шығады. И мына хабарлама дегенді басамыз. Яғни бұл жерде сіздің очередіңізді көруге болады, егер сіз бұрын очередте отырған болсаңыз. Егер тұрмаған болсаңыз, бұл шықпайды сізде. Қазір мен очередте қойған бұрында. Соны қазір көрейін деп жатырмын, қаншаншы очередте екенін. Осындай PDF форматта ашылады. Міне, менде ашылды. Менде қазір осы Шымкент қаласында нөмір 173.588 арнайы есеп тізіміне қойылғаныңыз туралы хабарлайды дейді. Менің очередім осы кезекте тұр екен. Яғни сіздер бұрында тапсырған болсаңыздар, онда осылай обновление жасайсыздар, жаңа жоғарғы оң жақтағы кнопканы басып. Сіздерде осындай хабарлама шығады. Сол хабарламадан осылай кезектеріңізді білсеңіздер болады. Сол барынша достарына таратыңыздар, ертерек тіркеліп алсын оларда. Арнаға жазуды ұмытпаңыздар. Барынша достарыңызға, туысқандарыңызға таратыңыздар. Оларда тіркеліп алсын.